1405 жылы 18 ақпанда отырар сарайында Әмір Темір құпия жағдайда дүниеден өтті. Күні бүгінге дейін тарихшы ғалымдар Темірдің өмірден өтуі туралы әртүрлі болжамдар айтады. Бірі астан уланды, енді бірі өз ажалынан өлді десе, енді бірі аурудан өлді деп есептейді. Өзін ашуландырған Қытай императорын жазалауға аттанған Әмір Темірдің құпия өліміне Қытай императорының қандай қатысы бар? Бұл Шыңғыс ханнан кейін өзінің жаулаушылығымен Еуропа, Азияны тітіркентірткен атақты жаулап алушы болатын. Еуропаның зәресін ұшырған атақты түрік сұлтаны Йылдырым Баязиттің өзін Анкара түбінде тас-талқанын шығарып, Алтын Орданың шаңырағын ортасына түсіріп, Моғолстанды жарым мүгете кеткенде осы адам. Оның даңқы алысқа кетті. Оның сарайында қиырдағы Испаниядан, Үндістан мен Мысырдан келген елшілер келе бастады. Шыңғыс ханның тұқымы саналатын әйгілі Тоқтамыстың өзін бірнеше мәрте талқандағанмен қоймай, Бату хан негізін қалаған Алтын Орданың түбіне жетушілердің бірі осы Темір. 37 мемлекетті тізерлеткен қаһарлы әмірші Азияда өзіне тең қарсылас көрмей, қақпасы адам қанмен боялған шығыстың маржаны Самарқанда демалып жатқанда оған Қытай императорынан елшілер келді. Міне осы елшілер тыныш жатқан арыстанның ашуына тиген еді. Елшілердің сөзіне қарағанда, моңғолдарды тентіретіп қуып шыққан Чжуди өзін теңдессіз әмірші, ал Темірдің өзіне бағынып Қытайға салық төлеп тұруын талап етті. Императордың бұл оғаш қылығы Азияда өзіне тең қарсылас көрмеген Темірдің қанын қарайтып ашуға булықтырды. Әйгілі Көксарайда отырған ол Қытай императорын қай інге тығылса да, қай тауға жасырынса да тауып аламын деп ақырды. Ашуға булыққан әмірші келген елшілерді түгел зынданға тастауға бұйрық береді. Ал өзі жеңімпаз әскерін ертіп Қытайды жаулап алуға аттанды. Темірдің расында талантты қолбасшы, көреген стратег болатын. Ол қатысқан соғыстарда жауын жеңбей оралмайтын. Оның армиясында қызмет еткен әрбір жауынгер әміршінің жанында өздерін асқақ ұстады. Әрбір жауынгер өз қолбасшысына жан-тәнмен беріліп қызмет етті. Мыңдаған сарбаз оның сарайын күндіз-түні кірпік қақпай күзетті. Көреген әмірші өз әскерін Цезарь мен Ганнибал секілді қатаң тәртіпте ұстады. Олармен бір ыдыстан тамақ ішіп, қиын күндерде қарлы борандарда бір шатырда жан сақтады. Салтанатты жиындарда болмаса, ол өз әскерінен артық астамшылыққа барған емес. Сол себепті Темірдің жауынгерлері өз қолбасшысы үшін өлуге әрқашан дайын тұрды. Бұл оның ең басты артықшылығы еді. Қытайға жорық алдында оның жасы 70-ке жақындап қалған еді. Ұзақ жылдар бойы тынымсыз соғыс, жақын адамдардың сатқындығы, сарай ішіндегі араздық оны әбден қалжыратты. Өзі құрған алып империяның түкпір-түкпірінен әртүрлі хабарлар, толассыз сыйлықтар, тартулар келіп жатты. Бірақ олардың бірде-бірі әміршінің көңіліне медеу бола алмады. Оның бар ойы өзіне тіл тигізген Қытай императорын тәубесіне келтіріп тізерлету туралы ойлай берді. Алайда қанша жерден атақты болғанымен Темірде көп мұсылманның бірі болатын. Ол өзіне Алла қанша ғұмыр бергенін білмеді. Аяғында мүкістік, әр соғыста алған жарақат оның жағдайын күннен күнге ауырлата берді. Әскер арасында Қытай жорығы тездету туралы әңгіме тарап кетті. Қарапайым сарбаздар Темір соғысқа қатыспаса да, қастарында арба үстінде бірге жүрсе деп армандады. Алайда бір оқиға істі мүлде өзгертіп жіберген еді. 1405 жылы 18 ақпанда отырар сарайында Әмір Темір құпия жағдайда қаза табады. Қытай билеушісі бұлай қоқаңдағанының арты үлкен бақытсыздыққа ұшырайтынын ұққан сияқты. Арты үлкен апатқа айналарын ойлаған император Чжуди отырарға өз жансызын жіберді. Патша сарайына жасырынып кірген жансыз атақты Әмір Темірдің шашын алу кезінде улы ұстара қолданып атақты билеушінің ажалын жақындатты. Осылайша
Қытай үлкен апаттан әзер аман қалды. Бір қызығы, Қытай императоры Чжуди өзі жіберген жансызға толық сенбейді, себебі оның ұсталып қалуы да мүмкін еді. Егер Темірдің қаптаған әскері Пекинге басып кірсе, өзін қауіпсіз сезіну үшін теңізден сенімді одақтас іздеу керек деп есептейді. Миллиондаған қаржының арқасында Суджоуда 62 кемеден тұратын алып флотилия жасап қалды. Бұл кемелерге 27.800 әскер отырғызылды. Флотты тегі араб адмирал Чен Хэ басқарды. Осылайша Темірдің ашуына тием деп басына қауіп төндіріп алған Қытай қоқаңдаймын деп Азия барысының ашуына тиіп, артынан пұшайман күйге түсті. Тарихшылар Темірдің өлімін әртүрлі айтады. Бірі астан уланды, енді бірі өз ажалына өлді десе, енді бірі аурудан өлді деп есептейді. Ал бұл сол нұсқалардың бірі. Қалай десек те, ақсақ барыстың кенеттен өлімі Қытайды кезекті катастрофадан аман алып қалғаны айдан анық.